Йоу достар, бұл жерде Big Max, бұл жерде Big Max. Достар, бүгін бізде тағы лайфхактар саны. Бүгін бізде лайфхактар. Егер сіздің ішіңіз пысқанда не істеу керек деген лайфхактар. Ал кеттік. Бірінші лайфхак ол бізде шахмат ойнау. Шахматты біреумен, яғни досыңызбен ойнауға болады, немесе екінші адаммен ойнауға болады, немесе өз-өзіңізде ойнауға болады. Бұл өте қызықты ойын, бұл бас керек, бұған математика керек, бірақ бұл миды дамытуға көмектеседі. Яғни шахматты көп ойнаған адам ақылды болады. Сондықтан шахмат ойнауға кеңес беремін. Достар, яғни бұл екінші лайфхак. Бұл жолы егер іш пысқанда мынандай кубик Рубикті құрауға болады. Міне мен жасыл жағын, қызыл жағын, көк жағын құрадығанмын. Енді мынау жақтары қалды. Осыларды құрап болғаннан кейін бұл кубик бүтін болады. Бұл да өте керемет лайфхак. Үшінші лайфхак әлгі лайфхакқа өте ұқсас. Бұл жолы біз мынандай паприкончик дейді ғой, яғни бұл секретін кішкентай доптар резинкеден жасалған, сонымен ойнауға болады. Бұның бірақ ең кемшілігі бұл мынандай заттардың артына түсіп кетіп, не істеп жатса, және бұл кетіп қалса, оны алу өте қиын. Бұлайша, мысалы, үлкен бөлмелерде ешқандай тесік жоқ, заттар жоқ жерде ойнаған әдемі болады. Бұлай, бұлайша қызықты ойын. Кеңес беремін, өте керемет. Ал төртінші лайфхакқа келіп те жеттік. Достар, төртінші лайфхакта біз спиннермен ойнауға болады. Спиннер трендтен құлады, модадан кетті. Бірақ бұл өте керемет қой. Неше түрлі трюктар жасауға болады. Спиннермен ойнауға болады. Бұлай қойып айналдыруға болады. Өте керемет. Спиннерді мен жақсы көремін. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Егер сіздерге де спиннер ұнаса, осы видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз. Маған спиннер ұнайды. Және сіздерде қандай спиннер болды, жаза кетіңіздер. Қандай болды, қандай түсте болды. Маған өте қызық. Мен оқимын комментарийді міндетті түрде. Достар, бесінші лайфхак әрине бұл смартфондағы, яғни телефондағы ойындарды ойнау. Телефондағы ойындар өте қызықты, әртүрлісі болады. Бұлайша іштеріңіз пыспайды, яғни әсіресе интернетсіз ойналатын ойындарды ойнаған керемет. Себебі интернет болмаса да сіздер ойнай беретін боласыздар, кешіріңіздер. Ал осымен осы лайфхак бітті. Қазір екінші лайфхакқа кетеміз. Достар, осымен алтыншы лайфхакқа да келіп жеттік. Алтыншы лайфхак бұл кітап оқу. Кітап оқу ең керемет дүние. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Кітап интернет болмаған кезде де, мысалы жолда жүргенде де, тіпті ауылда болса да, любой қай жақта болсан да, шет ұстамайтын жер болса да, әлгі телефон, телевизор жоқ жерде де, любой жерде кітап болады бәрібір. Сондықтан қызықты кітап оқуға кеңес беремін. Бұлайша кітаптың қандай екені маңызды емес. Бастысы кітап сізге ұнаса, және ол қызықты болса. Бастысы кітапты оқығандарыңыз жөн. Кітап бұл керемет дүние. Ол білім қорабы десек те болады.